Қайырлы күн қыздар. Мына кристалдан мен қазір шариктар жасайын дептім. Себебі бұны өзін ішу кішкене қиындау. Кристалл деген керемет порошок, мед және порошок керек. Осылардан шарик жасап, сумен жұтатын қылып жасаймыз. Иммунитет көтереді қыздар. Аллергия, паразиттер шығарады. Бұл арықтатады да, кәдімгі жөтел, астма, барлық емге керемет дүние екен. Міне қыздар. Кеше заказ беріп алғанмын. Осылайынан. Мына шариктерді біздер қазір тем более қазіргі қиын кезде иммунитет көтеріңіздер қыздар. Мам, 4 ложки большого порошка, да? И 1 мед. Осыларды араластырасыз. Сосын кішкене деген қолмен, қолдарыңызға перчатка киіп алып жасаңыздар. Мен енді жанжама жасап жатқасын қолым таза. Иісі резкий қыздар, иісі шығады. Сосын түтіндеп өртеуге де болады. Бірақ керемет қыздар, мен кеше қоймастан жетеліп едім, я. Жетелімді басты сенбессіздер. Кеше заказ бергенмін, сразу доставка үйіме дейін әкеліп берді. Бұны интернеттен көрдік біздер. Осы кристалл перім деген жерде просто вообще танымайтын адамдарға заказ бердім, әкеліп берді, соны өртеп пайдаланып қарадық. Вот, еще маленькие ложки меда добавляем, да, мама? Кішкене қой болып кетті. Сол себептен тағы кішкене мед қостым. Мынау дейтін қазір қатырастарда жұтуға жақсы да қыздар. Шарик қылып жасап, осыларды жұтқанда кішкене ыңғайлы болады. Чем бана суға езіп қойғанда өте өткір екен дәмі таңғы. Жұту дейтін кішкене қиындау болды. Сол себептен қыздар. Мы положим в такую. Вот мы уже немножко порошка добавили. Шарик қылып жасайсыздар. И вот так каждый раз. Қыздар. Мына қыздар, кешегі алькоз жасағанын морозке салып қатырып алдым. Мынаны қазір алып, қыздар қараңыздар, мынаны аласыздар да С ложкой. сумен жырып жібересіздер. Мынандай болып шықты. Сумен жырып жіберуге ыңғайлы, потому что мынаны өзін суға езетін болсаңыздар аппашы дәмі. Ал былай жұтатын болсаңыздар лимонмен білдіртпейді дәмі.